Бәріне сәлем достар. Видео бастамай тұрып каналы жазылып кетіңдер. Жазылсаңдар сендерге үлкен рахмет. Бүгінгі видеода біз сіздерге әлемдегі ең қарт адамдар туралы айтамыз. Олай болса, кеттік. Адам қанша жаста өмір сүре алады? Қазіргі кезде адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығы 79 жас. Ал 18 ғасырда адамдардың өмір сүру ұзақтығы бар болғаны 33 жас болған. Ал неолит дәуірінде адамдардың жастары 21 жастан аспаған. Қазіргі кезде медицина дамуы, технологияның өсуі адам өмірін жаңа белестерге жеткізді. Бірақ та әлемде өмір сүрудің құпиясын ашып, ұзақ өмір сүрген адамдар да бар. Бүгінгі видеода біз сіздерді сол адамдармен таныстырамыз. Олай болса, кеттік. Дмитро Каменеско. Ол біздің бірінші батырымыз. Біздің видеодағы ең жас адам. Дмитро әлемдегі ең қарт адамдардың қатарына кіреді. Толығырақ айтатын болсақ, ең қарт 3-ші адам. Румин деген жерде тұрады. Осы жылдың 8 қарашада Құдай қаласа 112-ші туғанын жасайды. Өмір сүру ұзақтығының құпиясы неде деген сұраққа бірнеше факторлар пайда болды. Дмитро атамыз өзі айтқандай: күлімдеп жүріңдер, мұңаймаңдар, риза болыңдар. Бірақ та Дмитроның көршілері айтады, оған диета көмектесті дейді. Дмитро тұрған ауыл тау жақта орналасқан. Бұл жақта завод жоқ, машиналар аз жүреді, ауа таза. Ауа бұл өмір сүру ұзақтығының тағы да бір себепті факторы. Чичетсу Ватанабе. Чичетсу Ватанабе 1907 жылы қарапайым Япония ауылында дүниеге келген. Басына ол өзінің ата-анасын жолын қуғысы келді, фермер болып. Сосын ол екіншілік мектепті аяқтады. Сосын ол Тайванға кетті. Тайванда қант өсімдігін жинады. Сосын ол екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, тірі қалды. Сосын өзінің отанына оралып, мемлекеттік жұмысқа тұрды. Қалай ұзақ өмір сүруге болады деген сұраққа көп күлімдеу керек, ешқашан ренжімеу керек, жаман нәрселерді тез ұмыту керек деп айтты. 2019 жылда 12 қарашада Гиннестер рекорды кітабына Чичетсуды әлемдегі ең қарт адам деп кіргізді. Өкінішке орай 2020 жылдың 23 ақпанда өмірден өтті. 113 жасында бар болғаны 11 күн қалған еді. Ричард Овертон. My name is Richard Arvin Overton. I still drive. Егер сіз бұл адамды жақынырақ танитын болсаңыз, бұл адам қалай 112 жасқа дейін өмір сүрді деген сұрақтарыңыз болмайтын еді. Ричард өзінің өмірінде ақш-тың ең қарт адамдардың қатарына кірген. Онымен қоса ең қарт ардагер. Екінші дүниежүзілік соғыстың. Ричард 1906 жылы дүниеге келген. 34 жасында өзінің жұмысын тапқан. Интернеттегі ақпараттарға сенетін болсақ, Ричард өз көзімен Перл Харборға жасаған шабуылды көрген. Ричард қартайған шағында да өз күшін жоғалтпады. Ричард камераға қарап, мені еш нәрсе алаңдатпайды. Мен ұйықтағанда есікті ашып, ұйықтай берем деді. Көп адамдар 80 жастан кейін аз қимылдап қалады. Ал Ричард 100 жылдан астам салауатты өмір сүрді. Ричардқа бәрінен бұрын көлік айдағанды жақсы көрді. Ричард 108 жасында көлік айдайтын құжатын жаңартты. Ричард көп деген сыйлықтар алды. Мысалға, Американың қорғағаны үшін, ал 2018 жылдың 27 желтоқсанда. Егер видео ұнаса, лайк басып, подписка жасап кетіңдер. Алдын ала үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.